Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 10-шы сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп және лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз дыбыс үндестігін өтетін боламыз. 42-ші тақырып суретті сызбаға қарап мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтін не туралы? Осы суретке байланысты астындағы өлеңді оқып шығайық. Енді ғана ұшқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша жүріп өтем жол қанша. Деп көбелек шақтымын баса алмастан аптығын. Жұмыртқадан жара алып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құртқа айналдым, бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Кие бермей әлдене еліктедім сәнгеде. Жамылғы орап сыртыма енем сосын ұйқыға. Күнді өсіп толамын, қуыршақта боламын. Көбелек боп жетіліп қанатымды қағамын. Мен құбылған түскенем, жарысамын құспенен. Суреттен қарап болжамдарыңа ұқсаса, болжамдарыңды тексеріп көріңдер. Мәтінге осы өлең және сурет арқылы ат қоямыз. Қарамен жазылған сөздерге жалғау не себепті бірде жуан, бірде жіңішке жалғанғаны жайлы түсіндіріп кететін боламыз. Бұл болжам бойынша бұл тақырыпқа көбелектің өмірі, көбелек болмаса көбелектің жаратылысы деген секілді 3 ат қоюға болады. Қарамен жазылған сөздер жұлдыз құртқа және де түске деген сөздер. Бұл жерде жұлдыз құртқа деген сөз толығымен жуан болып тұр, түске деген сөз жіңішке болып тұр. Бұл сөздердің яғни толығымен жуан және жіңішке болуы, яғни бұл сөздердің буын үндестігіне бағынып, алғашқы буын жуан болғандықтан келесі қосымшаның да жуан болуына және алғашқы буынның жіңішке болуына байланысты келесі сөздің жіңішке болуын көрсетіп тұр екен. Келесі тапсырма көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістігін қойып жаз. Түбір сөздің соңындағы және қосымшадағы бірінші дыбыстың астынсыз. Олардың қандай дыбыс екенін айт, содан өзің қорытынды жаса дейді. Яғни сәйкестендіргенде табиғаттың, көкектің, ауылдың деген сөздер шығады. Қырманға, мектепке, қуыршаққа, кемеге, үлкендерден, жіптен, матадан. Бұл жердегі байқасаңдар жалғанып тұрған, яғни астын сызған сөздер бірде екі дауыссыз, бірде тек дауысты мен дауысты, солай болып тұр. Мысалы т әріпі, бұлар екеуі де дауыссыз болып тұр. К-т екеуі де дауыссыз болып тұр. Л-ды екеуі де дауыссыз болып тұр. Екінші қатардағы да дәл солай дауыссыздар болып тұр. Тек қана соңғы кемеге сөзінде бір әріп дауысты, екіншісі дауыссыз болып тұр. Үшінші қатарда да толығымен екі сөзі дауыссыздан және үшінші сөзі бір дауысты, бір дауыссыздан тұр екен. Осыған байланысты, яғни дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы, яғни дауыссыз дыбыстар бір-бірімен дыбыс үндестігін құрып тұр екен. Келесі тапсырма бізде, яғни суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Тәуелдік жалғау жалғаған кезде түбір қандай өзгеріске ұшырағанын айт дейді. Яғни біз үш жақты тәуелдеп айту дегеніміз менің, сенің, оның, сіздің деген секілді естеріңде болар. Сол үшін де ит сөзі менің итім, сенің итің, оның иті, сіздің итіңіз. Яғни байқасаңдар, ит сөзі ешқандай, яғни түбірі ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Үш тәуелділік жалғауда да. Енді доп сөзін көрейік. Доп, менің добым, сенің добың, оның добы, сіздің добыңыз. Бұл жерде п әрпі, б әрпіне алмасты барлық жағдайда. Ал тауық деген сөзде менің тауығым, сенің тауығың, оның тауығы, сіздің тауығыңыз. Бұл жерде де қ әрпі, ғ әрпімен алмасты барлық жағдайда. Осындай түбір өзгеріске ұшырап кетеді екен. 45-ші тапсырма сөздерді оқып көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашса, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Үлгі ретінде алғашқы екі сөзді көрсеткен. Мысалы, басшы сөзі және де бозжан сөзі. Басшы сөзі айтылу барысында с әрпі ш секілді естіледі, яғни басшы деп естіледі. Бозжан деген сөзде
яғни екі дауыссыздың бір-біріне дыбыс үндестігі арқылы бозжан деген секілді бізге құлағымызға естіледі екен. Осы секілді ары қарай жалғастырамыз. Досжан сөзі бізде жазылуында досжан, айтылуында досжан деп естіледі екен. Теңізші деген теңізші деп естіледі екен. Жасса деп естіледі екен, яғни зарпы с-ға айналып кетеді. Түнгі деген жағдайда түнгі деп естіледі. Ашса, сөзсіз дегенде зарпы с-ға ұқсап кетеді. Сөнбеді, жанбады деп жазылып айтылады екен. Осындай өзгерістерге ұшырайды екен. Байқайтын болсаңдар, яғни екі дауыссыз қатарынан орналасқан жерлерде бұлар дыбыс үндестігіне бағынып, яғни сөздер бір-біріне ұқсап, бір әріпті өзіне ұқсатып алып жатыр. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.